Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз шілікті және бесшатыр патша қорғандары. Бұл жердегі зерттеу сұрағымыз неліктен шілікті мен бесшатыр патша қорғандары деп аталды. Бұл сабақтан біз не біледі екенбіз? Шілікті бесшатыр патшалар қорғанын сипаттаймыз, археологиялық ескерткіштерді салыстырамыз, шілікті мен бесшатыр патша қорғандары екеніне дәлелдер келтіреді екенбіз. Бесшатыр қорғаны 31 обадан тұрады. Жетісуда Іле өзенінің оң жақ жағалауында, Желшалғыр тауы Шылбыр қойнауында орналасқан. Лақат ағаштан құрастырылған табытқа мәйітті жерлеген. 200-250 шақырым жерден Іле Алатауы сілемдерінің салымен жеткізіліп отырған. Әкелген бөренелерді қиған, кескен, қашаған іздердің барлығы сол қалпында сақталып қалған. Енді обадан не табылды? Қару-жарақ, діни рәсім заттары табылған екен. Бесшатыр қорғанын зерттеген археолог ғалым Кемел Ақышев атамыз. Дромыс, дәліз, обаға кіретін есік. Обаға кіретін есіктің ернеулерін таспен қаланған екен. Енді шілікті қорғанына тоқталайық. Шілікті қорғанын зерттеген профессор Әбдеш Төлеубаев атамыз екен. Шығыс Қазақстандағы шілікті жазығында археологиялық қазба жұмысын жүргізген. Шілікті қорғаны 51 обадан тұрады. Ең ірісі Бәйгетөбе обасы. Хронологиясына тоқталайық. Біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырға жатады. Ер адам табылған. 4303 алтын бұйым табылған екен. Обаның диаметрі 100 метр, биіктігі 8 метр, яғни 3-4 қабат үйдің биіктігіндей болады екен. Бұл қызықты. Суретке мұқият қарайық. Шілікті қорғаннан патша билігінің белгісі болып саналатын алтын 5 жұлдыз бейнесіндегі қапсырма табылған. Есімізге түсіріп көрейікші. Қазақстан елтаңбасындағы 5 жұлдыз нені білдіреді екен? Өз ойымызды жазып пікір қалдырып кетейік. Үлкен бесшатыр қорғанының биіктігі 17 метр. Ол 7-8 қабат үйдің биіктігіндей. Қорған ежелгі қабірлердің үстіндегі тас пен топырақ үйінділерінен тұрады екен. Суретке қарап бесшатыр қорғанының құрылысын сипатта. Осындай құрылысты тұрғызуға қандай материалдар жұмсалған, қанша жұмысшы күші қажет деп ойлайсың? Өз пікіріңді қалдыр. Енді Вен диаграммасын орындайық. Бұл шілікті мен бесшатыр қорғанының ортақ белгілері. Екеуі де қорған, оба. Екі қорғанда да аңыз тілін пайдаланған. Алтын бұйымдар табылған. Лақат бөренелерге жерленген. Обаға кіретін дромыс есігі бейнеленген. Әлеуметтік жағдайына байланысты ортақ белгілерін тағы да басқа табасың деп ойлаймын. Бесшатыр қорғанының орналасқан жері, кім зерттеді, обалардың саны, табылған олжа, құрылыс көлемі. Тағы да басқа қандай маңызды мәліметтер таптың? Дәптерге жазып қоямыз. Шілікті қорғаны орналасқан жері, кім зерттегені, обалардың саны, табылған олжа мен құрылыс көлемі қанша. Әлеуметтік жағдайын қосып, өзің қосымша зерттеу жүргізіп, жазып кетеміз. Адасқан сөздерді орындайық. Бұл жерде термин сөздер, тұлғалардың есімдері кездеседі. Бүгінгі сабақтағы ең маңызды деген мәліметтер. Кім бірінші табады адасқан сөзді? Сыйлығымыз бар. Бүгінгі сабақ сізге ұнады ма? Келесі жол қандай тақырыптарды туралы тыңдағыңыз келетіні туралы жазып кетіңіз. Сау болыңыздар.